Bismillahi velhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Жалпы Зулхиджа айында адамдар екі түрлі болады. Бірінші адамдар олар ғапылдықта, қаперсіздікте жүрген адамдар, қаперсіз адамдар. Неге? Олар өйткені осы айдың қадірін, осы айдың дәрежесін, осы айдың 10 күнінің артықшылықтарын білмеген адамдар және оны түсінбеген адамдар. Екінші бұл адамдардың түрі, бұл ұмтылушы, бақытты, ұмтылушы, талапты адамдар. Яғни жақсылықта жарысуда, салиқалы амал жасауда ұмтылатын бақытты ұмтылушылар деп айтады бұларды. Неге? Бұлар мүмкіндіктерді жібермейді. Осы мүмкіндіктің жіберіп алмау үшін талаптанғандар, яғни бақытты адамдар деп айтады. Олар осы айдың мекенін, осы айдағы 10 күннің дәрежесінің биік екенін барлығын түсінеді және ықыласпен Аллахқа деген ниеттерін дұрыстаумен, жөндеумен осы айдың 10 күнде құлшылықтарда талапты болады. Аллаху тағала алам.